қалай айтсам болады, ата анасы сияқты қызға ешкім қарай алмайды. Мен айтамын, бірінші мен кетіп қалмайыншы деймін ғой. Ең нәзік жерім ғой. Алхамдулилля. Керек па? Салт. Маған әйелім ертең көріп айтатын шығарсың, жылама деп алып. Мен айтамын, блин, мен Аллахтан сұрайтын, мен Аллахым, менің қызыма ешкім қарай алмайды. Шүкір, қазір нағашы апасы бар, атасы бар, әжесі бар, қарайды, иә. Бірақ ертең олар да өмірден өтеді. Ертең ең ауыры ата-анасы бірінші кетіп қалып жататын болсақ, мен қызым, Аллахым, сен білесің, ол нәрсені біз көтерген сияқты басқалар көтере алмауы мүмкін, бауыры көтере алмауы мүмкін ол нәрсе. Бірақ сонда да барынша ағасына айтып жүремін, Хафиза аманат саған, Хафиза аманат, қара. Інісіне де айтамын, сосын Алладан сұрап жүрдім, Аллахым, менің мына қызыма серік бер деп. Алладан сұрап жүріп, қазір Мәруам бар ғой, кішкентайым, ой, айтамын, қыз ғой ол. Қыз деген ол сияқты болмайды деген бәрі. Ормалады. Кәдім кеше үйге әкеліп түнде Хафизаның апасы больницаға жататын болып, Хафизаны үйге әкеліп жатқызып жатырмын үйде. Мен ғана көтере аламын, ешкім көтере алмайды қызымды. Сөйтем де жатқызамын да, сөйтіп барып намазына уақыт келді ма, барып үстім киім шешіп келейін десем, кішкентай Мәруам жүгіріп келіп ана әпкесін сүйіп, аяқ киімдерін шешіп жатыр. Мен айтамын, Аллахтан сұра. Аллахым, сұрағаным осы болды. Жанашыр өзінің сіңлісі бар. Сосын маған кей кездерде айтады, біз бәріміз Хафизаны жақсы көруіміз керек деген нәрсе ойына қалыптасып келе жатыр да балалар. Хафизаны бірінші жақсы көруіміз керек. Айтамын, кім біледі, тағы да алдымызда не тұрғанын білмейміз. Бірінші мен кетіп қаламын ба, әйелім кетіп қала ма, қызым ба. Бірақ Аллахым, сен маған ненің қайырлы екенін білесің деймін ғой. Бірақ қызымды менің артымда қалдырма, анасының артында қалдырма деп. Қиын сұрау, бірақ амал жоқ, сұрайсың.